Біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жылдықта Месопотамия патшалары өздерінің көрген түстерін балауыз тақтайшаларына жазып отырған. Одан кейінгі 1000 жылдықта ежелгі мысырлықтар түстерді жору кітабын жазып шығарып, 100-ден астам түстердің мән-мағынасын түсіндіріп көрді. Осы күнге дейін бірнеше жылдар бойы біз неге түс көреміз деген сұрақтың жауабын іздеуді тоқтатпадық. Көптеген ғылыми зерттеулер мен технологиялар дамуларға қарамастан, біз неге түс көреміз деген сұраққа әлі де нақты жауап жоқ. Бірақ бізде бірнеше қызықты теориялар бар. Біз армандарымызды орындау үшін түс көреміз. 20 ғасырдың басында Зигмунд Фрейд түстер жайында мынандай тұжырым жасады. Түстер өміріміздің кейбір фрагменттерін қамтып қана қоймай, олар белгілі бір дәрежеде біздің бейсаналық армандарымызды орындаумен тығыз байланысты болады. Фрейд түсіміздің есімізде қалған бөліктері біздің ойларымыз бен қалауларымыздың символикалық көрінісі деп есептеді. Оған қоса, Фрейд түсімізден есте қалған элементтерге сараптауларды жасау біздің бейсаналық ойларымызды санамызға ауыстырады және оны психологиялық тұрғыда шешуге болады деп сенді. Түс көру арқылы еске түсіреміз. Белгілі бір менталды тапсырмаларды жақсы орындау үшін ұйқы маңызды. Бірақ ұйқы кезінде түс көру одан да жақсырақ. 2010 жылғы тәжірибеге сүйенетін болсақ, күрделі лабиринттен екінші рет бағын сынамас бұрын ұйықтап және түс көрген қатысушылар ұйықтамағандарға немесе ұйқыда түс көрмегендерге қарағанда 10 есе жақсырақ өте алған екен. Зерттеушілер белгілі бір есте сақтау процестері біз ұйықтап жатқанда ғана жүруі мүмкін деген теорияны алға тартады. Ал біздің түс көруіміз сол процестер жүріп жатқандығының белгісі деп сенеді. Ұмыту үшін түс көреміз. Мидың құрылысында шамамен 10 триллиард жүйке байланысы бар және әрбір ой мен әрбір іс-әрекет нәтижесінде жаңа бір байланыс құралып отырады. 1983 жылы жарық көрген нейробиологиялық теория бойынша, біз ұйқы кезінде, әсіресе түс процестері кезінде мидың неокортекс атты бөлігі ми жадындағы жүйке байланыстарын тексеріп, керек еместерін кетіріп тастайтынын біле аламыз. Сонымен қатар бұл аталмыш процесс орын алмаса, біздің миымыз керек емес ақпараттарға толып, ояу кезіміздегі ойлау функциясы жұмысына кедергі болады деген тұжырым бар. Ми жұмысын тоқтатпас үшін түс көреміз. Ми бөліктерінің үздіксіз жұмысы теориясына сәйкес, біздің миымыздың қалыпты жұмыс атқаруы және ұзақ мерзімді естеліктер құрауы түс көру қажеттілігін туындатады. Сонымен, егер сыртқы факторларды, әсерлерді қабылдау белгілі бір деңгейден төмендесе, мысалы, ұйықтап жатқанда, сіздің миыңыз жадыңыздағы деректерді автоматты түрде іске қосады. Бұл деректер түсіңізде пайда болатын сезімдер мен ойлар ретінде көрініс табады. Басқаша айтқанда, сіздің түсіңіз миыңыз толықтай сөніп қалмас үшін қосатын кездейсоқ естеліктер болуы мүмкін. Кез келген жағдайға дайын болу үшін түс көреміз. Қауіпті және қатерлі жағдайларға байланысты түстер өте жиі кездеседі және инстинкті жаттығу теориясы бойынша түстің мазмұны оның мақсаты үшін өте қажетті деп саналады. Түсіңізде қараңғы орманда аюдан қашып немесе қорқынышты нендзяламен шайқассаңыз, қорқудың қажеті жоқ. Себебі бұл түстер өмірде болуы мүмкін кейбір жағдайларға дайын болуға мүмкіндік береді. Дегенмен де, түстер әрқашан жағымсыз бола бермейді. Мысалы, сіздің сүйкімді көршіңіз туралы түстеріңіз сізге біраз өмірлік тәжірибе бере алады. Емделу процесін жеңілдету үшін түс көреміз. Мидың стресс нейротрансмиттерлері ұйқының REM кезінде әлдеқайда аз белсенді болады. Бұл ақпарат ғалымдарға ауыр естеліктер мен уайымды жеңілдету үшін және психологиялық тұрғыдан емделу үшін түс көреміз деген теорияны алға тартуға себепші болды. Қайғылы оқиғаларды аз психологиялық стресспен түсіңізде көру сізге айқын түсініктеме беріп, оларды психологиялық тұрғыдан сау тәсілдермен емдеуге мүмкіндік береді. Ғалымдардың айтуы бойынша, адамдардың травматикалық стресске ұшырауының басты себебі сол ұйқысыздық болуы мүмкін деген тұжырым бар. Өмірлік мәселелерді шешу үшін түс көреміз. Шындық пен әдеттегі логиканың ережелерімен шектелмеген түстеріңізде сіздің санаңыз мәселелерді жете түсінуге және ояу кезде ойға келмейтін шешімдерді құрастыруға көмектесетін шексіз сценарийлер жасай алады.
Джон Стейнбек оны ұйқы комитеті деп атады және зерттеу жұмыстары мәселелерді шешуде түстердің тиімділігін көрсетті. Сондай-ақ әйгілі химик Август Кекуленің бензол молекуласының құрылысын ашқандағы жазбаларында кейде мәселенің ең ұтымды шешімі ұйықтап алу деп айтылған. Және бұл жоғарыда көрсетілген теориялардың бірі ғана. Технологияның дамуы мидың қызметін түсінуге жағдай жасап, бір күні біз түстердің нақты себебін анықтайтын боламыз. Бірақ оны түсінеміз дегенше, біз уайымсыз түс көруді жалғастыра беруіміз қажет.